Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер мен студенттер және оқушылар. Біз сіздермен Microsoft Teams платформасы арқылы кезекті видео нұсқаулықтар тізбегін жалғастырудамыз. Бұл видеода біз негізгі функциясының бірі тапсырмаларды қарастырамыз. Енді осы жерде тапсырма мәзіріне кіріп, жұмысты бастау батырмасын басайық. Осыдан кейін бізге тапсырмалардың сервисі шығады. Осы жерде құру дегенді басамыз. Тапсырманың екі түрі болады: тест және жай ғана біз тапсырманы таңдаймыз. Таңдаған кезде бізге жаңа бет ашылады. Осы бетте біз осы мәзірлер арқылы тапсырманы дайындайтын боламыз. Бірінші тапсырманың тақырыбы орта ғасырлық философия болсын. Астына категорияны қосуымызға болады. Бұл жерде категорияға үй жұмысы категориясын енгіземіз. Енді осы тапсырманы орындау барысында осы жерге инструкциясын қоюымызға болады. Инструкцияны қою барысында түрлі осындай жазуға арналған шрифтті өзгертуге болады. Мысалы, мынаны бассақ, шрифттің түсін өзгертуге болады. Мысалы, мен қызыл таңдайын. Және де осындай өте толық шрифтпен жазып көрейін. Енді біз осыған түрлі ресурстарды қоса аламыз. Біз өзіміздің бұлтты сақтандыруымыздан түрлі файлдар алуымызға болады, немесе соған сілтемені бассақ болады, немесе өзіміздің компьютерімізден файлды қоссақ болады. Ол жүктелуде. Дайын деген батырманы басамыз. Біз ресурсты қойдық міне. Біз оны қайттан өшіріп тастауымызға болады, егер де қателікпен қойсақ. Біз осы жерге балды енгізе аламыз. Мысалы, 100 балл болсын. Енді ең маңызды сәт ол критерий. Біз осы жерге бағалау критерийлерін енгізе аламыз. Осы жерге тақырыпты енгіземіз. Мен описание кезінде ештеңе жазбаймын. Осы жерде түрлі бағалау критерийлері енгізілген. Мысалы, өте жақсы, немесе қанағаттандырарлық, нашар. Мен нашарды алып тастауыма болады, қоссам да болады. Қайтадан тағы бір столб. Бірақ мен алып тастаймын. Және де осы бағалауға қатысты мен тағы текст жазып кетемін. Мына сұрақтарды меңгеру керек. Егер осыны процентпен бағалағымыз келсе, осы жерге да дегенді басамыз. Маған оны баспаймын. Бұл дейміз. Бағалау критерийлері енгізілді. Мен балды қосқан жоқпын. Егер балды қосатын болсаңыз, ол да бағанағы жерден қосуға болады. Ал бұл жерге біз нақты қай студентке қойғымыз келеді, сол жерде бассақ болады. Ал осы жерден біз тапсырманы қашан орындалсын, соны біз датасын белгілейміз. Изменитті басып, параметрді қай каналға шығарғымыз келеді, сол каналға қоя аламыз. Мысалға, мен практикалық жұмысқа қойғым келеді. Біз осы жерден осы уақыттың шкаласын өзгерте аламыз. Біз оны алдын ала белгілі бір күнге жарияланатындай қылып істеуге болады. Егер де біз осы галочканы қоятын болсақ, яғни осы күні 23:59-да үй жұмысы қабылданбайтын болады. Дәл қазір жариялағым келсе, осыны басасыздар, назначить дегенді, немесе оны егер де басқа бір күні жариялағыңыз келсе, осыны сақтау батырмасын басасыздар. Мен жай ғана сақтаймын. Біз сақтаған тапсырмалар, олар черновикте сақталатын болады. Оны басып, оны енгізуімізге болады. Тапсырма енгізілсе, осындай жерде көрініп тұратын болады. Ол черновиктен автоматты түрде алынады. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.